Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде императрица және жауынгерлер фильмі. Фильм салтанатты әрі қасиетті көрініспен басталады. Жауынгерлердің ерлігі мен құрбандығының куәсі ретінде патша қылышының қорғаушысы Му Йен жалғыз өзі қабір басында тұр. Жарқыраған үнсіздіктің арасында Му Йен өзін патшалықтың тағдырымен байланысқанын сезінді. Осы қасиетті жерде ол патшаның қызы енді кездестіреді. Оның бойынан әсемдік пен алаңдаушылық байқалды. Йен Му Йеннан соғыстың қиын кезеңдерінде әкесін қорғауға көмектесуін өтінді. Му Йен патша тәрбиелеген және соғыс өнеріне баулыған жауынгер еді. Сондықтан ол Йенге туған ағасындай жақын болатын. Алайда соғыс алаңында патша ауыр жарақат алды. Оның көкірегіне жебе қадалып, соңғы сәтінде ол Му Йенге патшалықты басқаруды сеніп тапсыратынын айтты. Себебі оның бойында әділетті билеушіге тән қасиеттер бар деп санады. Алайда бұл шешім қызғаныштың отын тұтатты. Патшаның жиені мен оның жақтастары билікті Му Йенге беру шешіміне қарсы шығып, оны лайық емес деп есептеді. Патшаның өмірі қыл үстінде тұрса да, олар өз арам ойларын жүзеге асыруды ойлады. Патша көз жұмбай тұрып Му Йенге: достықтың қалқанының астында жасырынған жаудан сақ бол, өйткені ол ең үлкен қауіп. Олар біздің патшалыққа қарсы шығуы мүмкін белгісіз күш деп соңғы маңызды хабарын жеткізді. Әскерлер шайқасқа аттанғанда, Йен әкесінің ауыр халде жатқанын көріп, оның жанына жетіп келеді. Әкесі оған соғыстың қасіретінен азат болашақ туралы өтінішін білдірді. Сондай-ақ патшалықты Му Йенге аманаттап, оған атақты қарлығаш қылышын тапсырды. Йен үшін патша тағы емес, тек әкесінің өмірі маңызды еді. Алайда бұл уақытта қызғаныштан уланған Семайты есімді адам патша ордасында бүлік шығарды. Ол патшаның шешіміне ашуланып, билікті Му Йенге беруіне қарсы болды. Семайты патшаның шешіміне қарсы шығып, оның Му Йенге деген сенімін жоққа шығаруға тырысты. Алайда патша өз шешімін өзгерткен жоқ. Семайты ашуға булығып, сұмдық әрекетке барды. Ол өз ағасын, патшаны өлтірді. Йен әкесіне дәрі әкелген кезде, оны сұмдық көрініс қарсы алды. Әкесі қансырап, оның көз алдында жан тапсырды. Бұл көрініс Йеннің әлемін түбегейлі күйретті. Ол қайғы мен есеңгіреуден ес жия алмады. Бірнеше күн өтті, және Йен патшалығы сүйікті патшасынан айырылған қайғысын бастан кешіріп, соғыстан салтанатты түрде бас тартуға мәжбүр болды. Жерлеу рәсімдері аяқталған соң, патшаның сенімді кеңесшісі әрі оң қолы болған ағайы Тан патшаның соңғы өсиетін жария етуге алға шықты. Барлық сарбаздарды ұлы залға жинап, ол патшалықтың басшылығы Му Йенге патшаның асырап алған ұлына берілетінін мәлімдеді. Алайда бұл шешімге Семайты мен оның жақтастары қарсы шықты. Олар Му Йенді патша болуға лайық емес деп санады. Йен патшалығы үшін Йен өз сенімімен әрекет етіп, шын жүректен Му Йеннің билікке келуін қолдады. Алайда Му Йен сарбаздардың наразылығын байқап, бұл шешімнің бағытын өзгертуге мәжбүр болды. Ол қарапайымдылығынан билікті қабылдаудан бас тартты. Өйткені өзіне лайықты билеуші ретінде қарамағандардың сенімін ақтай алмайтынын сезді. Йен мейірімділік пен түсіністік танытып, асыранды ағасының қалауына қарсы тұра алмады. Әрі өзі де биліктің ауыртпалығын көтергісі келмеді. Ол егер Му Йеннің патша болуы шешіміне қарсы шығатын сарбаздар болса, олар қатаң жазаға, тіпті өлімге кесілуі мүмкін екенін жариялады. Му Йен өз міндетін әрі қорғаушы, әрі жауынгер ретінде қабылдауға тырысып жатқанда, Семайты ашкөздікке толы ойлармен енді тақтан тайдыруды жоспарлай бастады. Ол және оның жақтастары халықтың арасына іріткі салып, патша ер адам болуы тиіс деген қауесеттерді таратуға кірісті. Енді бұл қауіпті өсектерден қорғау үшін Му Йен оған өзімен бірге жаттығу жасауды ұсынды. Осылайша ол ресми түрде билікке келген күні мықты әрі дайын болуы тиіс еді. Бұл жаттығулар өте ауыр және қажыр қайратты талап етті. Тіпті ең мықты ерлер үшін де қиын сынақ болды. Осындай қиындықтар мен күмәндер ортасында Му Йен өзінің тағдырын қабылдап, Йеннің адал қорғаушысы әрі қамқор ағасына айналды. Ал Семайтының шіріген жүрегі Йен патшалығының құлауына себеп табуды жалғастырды. Йен өзінің қатаң жаттығу жолына аяқ басты. Ол қауіпті тар сатылардан өтуге үйренді және ат үстінде садақ ату өнерін жетілдіре бастады. Йен көптеген кедергілерге тап болды. Бірақ билікке үміткер ретінде ешқашан берілгісі келмеді. Алайда бір түннің тыныштығында Му Йен Йеннің әлі жас екенін ойлап, оның тағдыры енді соғыстың қиын сынақтары кезінде оны қорғауда жатқанын түсінді. Өйткені ол Му Йеннің жалғыз қалған отбасы еді. Келесі күні Му Йен Йеннің жаттығуларын күшейтіп, оны шегіне дейін итермеледі, күшті болуға мәжбүрледі. Йен патшалықтың ханшайымы, сүйікті атымен Му Йеннің жанында жекпе-жек өнерін жетілдіру барысында үмітсіздіктің шегінде тұрды. Ол жалдамалы өлтірушілер мен қастандық жасаушылардан жалтаруды барған сайын жетік меңгере бастады. Йеннің алған жарақаттарын жұмбақ адам Шуан байқайды, ол оның амандығына алаңдайды. Олардың арасындағы байланыс күшейе түседі, және Йен өзінің патшалығы оның көшбасшылығына тәуелді екенін түсінеді. Шуанның әуеде ұшатын шар жасап, әлемді айналып өтуді армандайтын қайсарлығы анық байқалады. Йен өз тағдырының мәнін патшалығына жеңіс әкелетін көшбасшы болу екенін ұғынады. Олар түн ұйқысыз өткізді.
бірақ бір-бірінің құшағында, махаббаттың шынымен жүректерінде гүлденгенін сезінді. Келесі күні таңертең Йен мен Шуан патшалыққа оралу сапарын бастайды. Му Йен іздеу тобына басшылық жасап, Йеннің қаза тапқанына қатысты жалған дәлелдерді табады. Алайда ол бұл дерекке сенбейді. Кейін олар жаңа ай жауынгерлерінің аңызға айналған қылыштарының бірі деп саналатын жерге қадалған қылышты табады. Йен патшалығында Му Йен мен Йен жолдың қиылысында Шуан туралы таңғаларлық шындықты ашады. Му Йен Шуаннан қарындасын босатуды талап етеді. Бірақ Йен оны қауіп деп санамайтынын айтады. Олар қауіпті орман сынағына тап болады, ал Му Йен мен оның сарбаздары дұшпандық жауынгерлер тарапынан ұсталады. Қарсылас патшалық жаңа шабуылға шығады, ал Семайтның әскерлері туралы алаңдататын хабарлар келеді. Йен кішігірім жасақ жинап, 10 000 сарбаздан тұратын алып күшке қарсы соғысқа шығады. Патшалық үлкен қауіпке тап болады, бірақ Му Йен алдыңғы шепте ерлікпен шайқасып, жараланған сарбаздармен бірге шегінеді. Ұрыс қызған шақта Йен тамаша жоспар ойлап табады. Ол орманның тереңіне еніп, қарсылас патшалықтың өзін тым сенімді сезінген патшасын және оның әскерін қақпанға түсіреді. Йеннің әскері күтпеген жерден шабуыл жасап, жауды күйрете жеңеді. Алайда Йен соңғы соққыны жасаудан бас тартады. Сатқындығы үшін Семайты мен оның жақтастары билік тарапынан тақтан тайдырылып, жер аударылады. Йен таққа отыруына дайындала бастайды. Бірақ ол патшалықты басқарудан бас тартып, елмен қоштасады. Салтанатты рәсім кезінде Йен Му Йенға жымиып, қош айтысып, патшалықтың бір бөлігі болып қалғысы келетінін, бірақ билеуші ретінде емес екенін айтады. Ол Шуанмен бірге бақытты өмір сүруді таңдайды. Екеуінің жүрегі алыс әрі тыйым салынған мекенде мәңгілікке тоғысады. Му Йен патшалығының жаңа билеушісі. Семайты мен оның адал ізбасарлары бастаған бүлікшілер туралы мазасыз хабар естиді. Ағайы Тан Му Йенді жақындап келе жатқан қауіптен сақтандырады. Ал Му Йен қарындасына деген шексіз сүйіспеншілігінің күшімен патшалығын қорғауға бел буады. Му Йен қалың орманды жалғыз аралап, жерге көмілген жаңа ай жауынгерінің аңызға айналған қылышын табады. Осы кезде Шуан өзінің теңдессіз ептілігі мен жылдамдығын көрсетеді. Ал Му Йен оны сынап көргенін мойындап, жеңілгенін түсінеді. Оның шынайы мақсаты Шуанның қарындасын шынымен қорғай алатынын тексеру еді. Жағдайдың маңыздылығын Шуан да түсініп, қайтадан қылышын қолға алудан қашып құтыла алмайтынын сезеді. Му Йен патшалығына қайтып оралғанда, ол Семайты тудырған, хаустан қатты зардап шеккен елін көріп, күйзеліске түседі. Семайтның әрекеттері адал сарбаздарының жаралануына себеп болғанын біліп, дұшпанның зұлым қаруларын көреді. Ең ауыры ол ағайы Танның шауып алынған басын көріп, Семайтның қатыгез билігінің қаралы белгісіне куә болады. Соғысқа деген кек пен ызаға толы Му Йен жалғыз өзі Семайтның сарбаздарына қарсы жанкешті шабуыл жасайды. Алайда оған адалдығы шексіз қалған сарбаздары дереу қорғаныс шебін құрып, оны уланған жебеден аман алып қалады. Нағыз күштің символы ретінде олар Му Йенға марқұм патшаның жұсқар қылышын табыстайды. Осы уақытта тыныштықта отырған Йен мен Шуан айналасындағы бұталардың сыбдырмен селт ете түседі. Йен патшалығында олар үлкен қауіпке тап болады. Семайты жіберген әскерлер оларға шабуылдайды. Алайда Йен мен Шуан жеңіске жетеді. Дегенмен Шуан уланған жебенің құрбаны болады, және ол Йенге патшалыққа қайта оралуын өтінеді. Йен Шуанға деген сүйіспеншілігімен жалғыз қалғысы келмейді. Бірақ ол патшалықтың қауіпсіздігі үшін кетуге мәжбүр болады. Ал Му Йен кезінде жетім қалған бала, қазір 1000 жауынгердің ортасында жалғыз тұрып, орасан зор дұшпанға қарсы тұрады. Фильм Йеннің патшалықтың заңды билеушісі ретінде елін басқаруға кірісуімен аяқталады. Ол осы жолда өзін қолдаған және билікке көтерілуіне үлес қосқан барлық адамдарға алғысын білдіреді. Егер осындай фильмдердің тағы да қысқаша баяндамаларын көргіңіз келсе, жазылу түймесін басыңыз. Бұл керемет фильмнің шолуын лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше аман болыңыз.